Сәлем достар, бүгін сіздерге Canva сервисін таныстыратын боламын. Көбіңіз мүмкін қолданып жүрген шығарсыздар. Өте керемет дизайнерлік платформа деп айтуға болады. Бұл жерде барлық форматтағы презентацияларды, видеоларды, немесе қандай да бір плакаттарды, сайттарды, солардың барлығына әртүрлі өзіңізге қажетті кез келген форматта керек дүниелердің барлығын жасауға мүмкіндік беретін осындай керемет әмбебап сервис деп айтуға болады. Оның ақысыз версиясы бар, яғни ақылы версиясы бар, сонымен қатар бізге берілетін ақысыз версиясының өзінде бізге қажетті дүниелердің біразын қолдануға болады. Енді жалпы сізге не керек, қандай форматтағы дүние керек, қандай форматтағы контентпен жұмыс жасайын деп тұрсыз. Ол видео форматында болуы мүмкін, және де видеоның мобильді видео болуы мүмкін, немесе Facebook'тағы видео болуы мүмкін, қысқа видео болуы мүмкін, TikTok видеосы болуы мүмкін, YouTube-тың видеосы болуы мүмкін деген сияқты, немесе бір құжат болуы мүмкін. Өзіңізге керекті файлдардың типін таңдайсыз, Docs, яғни құжат. Осы жерден өзіңізге керекті осы форматтағы құжаттарды, материалдарды ала аласыз. Мүмкін қандай да бір project план керек шығар сізге, яғни жобаның жоспары керек шығар. Осындай мінекей дайын шаблондарды алып қолдансаңыздар болады. Немесе бұл бізде док типіндегі форматындағы файл, немесе одан бөлек тағы қандай дүниелер болуы мүмкін. Мінекей меню жасау керек болатын болса, немесе тағдасын тағы сияқты түрлі именно осы құжат документ форматындағы дүниелер керек болатын болса, док деген осы типті таңдайсыздар, және де осының ішіндегі өзіңізге ұнаған шаблондардың бірін алып қолдана берсеңіздер болады. Өзіңіздің тақырыбыңызға байланысты, өзіңіздің жасайын деп жатқан контентіңізге байланысты кез келген тақырыптағы осындай құжаттардың базасы деп айтуға болады, және де оларды тегін қолдана аласыздар. Өте керемет менің ойымша. Енді бізде сонымен қатар тағы да қандай шаблондар бар, дайын шаблондар. Интерактивность дейді, яғни интерактивтілік, яғни қозғалысы бар шаблондар. Интерактивный болмаса мынандай бір интерактивтіліктерді көбінесе бізде не болады. Ол жерде қандай да бір қозғалыстар болады. Мінекей таймер берілген, өзіңізге қажеттісін таңдап алсаңыздар болады екен. Сонымен қатар бізде бұл жерде ең бастысы әсіресе ұстаздарға қажет болатын дүниелер, олар презентациялар. Презентациялардың түрлі дайын шаблондары бар. Түрлі презентациялар бар, өзіңізге ұнағанын, өзіңіздің тақырыбыңызға байланысты, мысалы технологияларға қатысты болса да, осы жерден өзіңізге ұнаған кез келген презентацияны алып, ары қарай дамытып жұмыс жасай бересіздер, мәтінін өзгертесіздер, немесе жаңағы суретті өзгертсеңіздер болады, әрбір қозғап, қазақ тілінде де, орыс тілінде де жазуға болады. Өзіңіз
өзіңізге керек парақшаларды осылай қосып алып отырасыздар, керек емесін алып тастайсыздар деген сияқты қажетінше осындай дайын шаблондарды алып, өзіңіздің материалдарыңызбен толықтырып, осылай презентация жасауға болады екен. Бұл жерде түрлі тақырыптағы презентациялар бар, иә. Өзіңізге қандай дизайн ұнайды, қандай түстердің компонент ұнайды, иә. Мысалы үшін мына түсті өзіңіз өзгертіп алсаңыз да болады. Мысалы мына жердегі қара түс егер ұнамайтын болатын болса, бірақ дизайн ұнап тұрса, оның түсін өзгертіп алсаңыздар да болады, иә. Осының бәрін реттеуге болады. Немесе мысалы мынау дизайн ұнап тұр, бірақ осыны кішкене өзгерткім келеді десеңіз, осылай мәтінін өзгертіп, артық бір элементтерін алып тастап, мәтінмен толықтырып деген сияқты өздеріңіз түрлі өзгертулер жасай аласыздар. Мінекей. Қандай да бір диаграммалар көрсету керек болатын болса, немесе қандай да бір осындай пункттардан тұратын өзіңіздің ақпаратыңыз болатын болса, осы жерде барлық тұрған ақпаратты өзгертіп, аударып, қазақша, орысша мәтіндерді қойып, түстерін, фонын, шрифтін барлығын өзгертіп, өздеріңізге ұнаған стильде, өздеріңізге ұнаған фонмен жасай аласыздар. Мен ойымша өте керемет сервис, және де түрлі дайын шаблондар ұсынылады бұл жерде. Сол жағынан маған қатты ұнайды. Видеолардың да шаблондары бар, стоктар, стоковый видео деп атады. Мінекей әртүрлі форматтағы мынау мобильді видеолар, түрлі өзіңіз қосып көрсеңіздер болады, әрқайсысын таңдап. Бұл жерде де өзгертулер жасауға болады. Сәйкесінше мәтінді өзгертсеңіздер де болады өздеріңіз, Мысалы, осыған өздеріңіз дыбыс қойып, немесе егер де YouTube каналдарыңыз болатын болса, соған видео ретінде қолдансаңыздар болады. Әдемі көркем сөздерді жазып, музыка қойып, сондай канал ретінде жүргізуге болады деген сияқты түрлі бағытта қолдануға болады. Сонымен қатар YouTube жүргізетін кісілерге өте ыңғайлы, осы жерде түрлі шаблондарды жазып алуға болады. Мынандай инфографиканы қолдануға болады. Инфографиканың да көптеген дайын шаблондары бар. Бұл жердегі ақпаратты да өздеріңіз өзгертесіздер. Инфографика дегеніміз не екенін барлығымыз жақсы білеміз, Осындай инфографиканы қолдансаңыздар болады. Мінекей, егер де осындай коронаның суреті тұратын болса, ол бізде ақылы дегенді білдіреді, Бірақ мінекей 30 күн ақысыз қолдануға болады. Ол үшін батырманы басып, карточкаларыңыздың нөмірін көрсетіп қоясыздар. Одан кейін 30 күннен кейін ғана барып сіздерден ақы төлеуді сұрайды. Оны ақыны төлемеу де оны ары өздеріңіз шешесіздер. Төмен жағында осындай корона тұратын болса, значит платно деген сөз. Ал егер корона болмайтын болса, яғни олар бесплатно. Мыналардың мына мәтіндерді өзгертуге болады, старт деп жасай деп едім. Мінекей осындай түрлі форматтағы контентпен жұмыс жасауға болатын керемет платформа. Өздеріңіздің Google аккаунттарыңызбен тіркеліп алсаңыздар болады. Тіркелу өте оңай. Сол себептен де мен оған тоқталмадым.
Енді негізгі айтайын дегенім ұстаздарға көбінесе осындай инфографикалар, қандай да бір диаграммалар керек болып жатады, иә. Сондай құжаттарды өздеріңізге алсаңыздар болады. Немесе презентацияның шаблондарын қолдансаңыздар болады. Немесе жаңағы ютубқа превью жасаған кезде мүмкін мен өзім жиі қолданамын, иә. Превью жасаған кезде, шапочка жасаған кезде осы сервисті қолдансаңыздар болады. Немесе презентация жасаған кезде осы бағдарламаны қолдансаңыздар болады, иә. Сіздің жобаларыңыз все проекты деп осы жерде шығып тұрады, соңғы қолданған дүниелеріңіз. Мінекей. Менің бүгінгі қолданған презентацияларым мінекей осылар. Жалпы дизайндарым, иә, қандай да бір инфографикасы бар, оның ішінде видео бар, басқасы бар. Солардың барлығы сіздерде жұмыс жасаған дүниелеріңіз сақталып тұрады. Мінекей, қолдансаңыздар болады. Керемет платформа. Міндетті түрде каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.